аспанда диджей бастады рейв. Тамшы тамашылатып терезені, Астанада ешкім билемейді. Суық ғимарат күймен үйлеседі. Көпке жинап берді полароид. Тоңазытқыштың есігіне, сол жерде қалсаң қала ғой. Тербеліп сағыныш бесігінде, тұңғиыққа батар алдым ойлануға кешігіп. Асықпай жанымыз көрінгенше шешіндік. Сондай покер, ұтылсам боласың меншігім. Бірақ сенің жымиғаныңның бар қасиеті емшілік. Мені көңіл күйім шайқайды, мұңды күйзелісіне айқай. Бірге жай құлайық мүлде қайтпай, тыңдай мәңгі ғайып болып кеткен қайықтай. Жалт етіп өткен сонау бір көктем, қош бол енді деймін мен саған. Жүрегім енді бәріне көнді, қош бол қалқам жеткізбейді арман. Ауран, баурап алғалы аурам, кім біледі енді қашан сауғам. Бәрі басталды жауыннан, жүрек жалынады, бірақ түрім ұқсайды сенің жауыңа. Сезім жалындап, айналуда шамыңа, емес өз шаңына. Кеме батуда жағадан, әркім тартуда тек өз жағына. Жалт етіп өткен сонау бір көктем, қош бол енді деймін мен саған. Жүрегім енді бәріне көнді, қош бол қалқам жеткізбейді арман. Жалт етіп өткен ән маған Ескі таспаның командасы негізі ұсынды. Мен қуана қабылдадым. Өйткені маған өте қатты ұнайтын әндердің бірі кішкентай кезімнен бері тыңдаған. Қайдан естігенім есімде жоқ, бірақ ол менің Nokia'мда плейлистінде болған. Ескі таспада қатысуым негізі символизмға толы болып шықты өзім үшін. Жеке өзімнің тәжірибеме байланысты көп оқиғаларды қопарып тастады. Келесі менімен эпизодты Freedom Media платформасында көре аласыздар. Мен сіздерді сол жерде күтемін. Көріскенше, сау.